Бүгін менің арманымның бірінші бөлігі. Мен деген Бермуда аралына 11 сыныпты бітіріп университет оқуға келдім. Сәлем, менің атым Али, менің жасым 17-те. Мен өзім жеке басым, ата-анамсыз бір өзім тұру үшін Бермуда аралына келген болатын. Наконец-то ата-анамнан құтылып бөлек тұратын болдым. Менімен таныссаңыздар, осы видеоны ары қарай лайк басып, арнаға тіркеліп көре беріңіздер. Сағат неше болды? Сабаққа бардым. Немене сағат 11? Мен университетке 8:30-да баруым керек едім ғой. Тезте заттарымды жинайын деп, ол өзінің заттарын жинай бастайды. Астық-ыстықтан не аларын білмей, қолына түскен заттарды алады. Содан кейін барып ол өзін жуынуын да ұмытып, ас жеуін де ұмытып, өзім университетте бәрін алып үлгеремін дейді. Ең басты мақсат, әйтеуір 2 сабаққа болсын қатысып кетуге керек еді. Ол жүгіреді, өте қатты жүгіреді. Оның университеті қатты алыс болмаса да, бірақ жүгіріп барғанға өте алыс еді. Жүгіріп келе жатып алдына бір мотоцикл шығады. Ол оны кімнің екенін білмей жатып айдап кете салады. Қазір қайттан орнына әкеп тастаймын дейді да, оны айдап мектебіне бара береді. Асығыстықтан өзінің машинасын бір соғып алады. То есть өзінің мотоциклін емес, біреудің халявный мотоциклін, бірақ оның по-любому ақшасын беремін деп ойлайды да сабағына кіріп кетеді. Сабағым бітті, үйге барып ұйықтайын. Мынау кім менің мотоциклімнің қасына тұрған? Ол сөйтсе осы университеттің, былай біздің жалпы тілмен айтқанда старшак екен. Сен мына мотоциклің өте керемет екен дейді. Бұл менің мотоциклім емес, бұны мен жолдан алып кеттім, егесіне апарып беруім керек дейді. Маған сенің мотоцикл кімдікі емес екен қызық. Менің есімім Бекежан болады. Білмеймін, кешке дейін маған 30 мың теңге алып келетін бол. Мектептің жанында бір кафе бар. То есть менің жеке меншік жерім, кафе емес, сол жерге алып келетін бол дейді. Бірақ мен қайдан табам? Жақсы кәс кешке дейін тауып келетін болам. Окей ма? Ол ақшаны қайықтан аларын білмей, әр жерді іздеп жүреді. Ол ақшаны айтқан уақытынан да ерте алып келеді. Сосын ол жаңағы кафеге бара жатқанда, жаңағы старшак бала Бекежанның құлап жатқан көреді. Бекежанға көмектесіп, оған не болғанын сұрайды. Сол кезде оны балдар тепкілеп кеткен екен, яғни одан да үлкен адамдар. Сосын ол өзінің кафесіне шақырып алады Бекежан Алиді. Оған көмектеседі. Сосын ол екеуі кафесіне кіре бастайды. Жаңағы Бекежан өзіне жарақатын емдеп алады. Сосын не болғанын сұрайды. Мен де бір адамдардан қарыз едім, солар мені тепкілеп кетті дейді. Сен маған көмектескен үшін сен рахмет дейді. Сол балалар дейді, екеуміз ұрып айтсақшы дейді. Екеуміздің күшіміз жетпейді дейді. Күшіміз жетеді деп айтады. Бекежан оған келіседі.